Павлодар мұнай-химия заводында қызмет еткеніме 35 жылдан асыпты. Былай қарасаң, менің өмірімнің жартысынан көбі осы мамандыққа арналған. Тіпті басқа салада өзімді елестете алмаймын. Өмірім осы зауыттың тағдырымен қатар өрлегендей. Олай дейтінім, жолдасым да осы зауытта жұмыс жасайды. Бала күнімде әкеммен бірге теледидардан жаңалықтарды көргенде, экраннан аппақ каска киіп жұмыс барысында өндірісте қалай басқарып жүргенін көргенде қызға қарайтынмын. Осылайша арманның артынан еріп, еңбек жолымды осы зауытта жас маман болып бастадым. Күннен күнге тәжірибе жинап, кәсібімді терең меңгерумен келемін. Қазір санитарлық зертханада зертханашы ретінде менің міндетім экологиялық жағдайларды бақылап, табиғатты ластауға жол бермеу. Біз жасайтын әрбір талдау адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін өте маңызды. Өндірістегі зиянды заттардың мөлшерін бақылап, белгіленген нормадан аспауын қадағалаймыз. Осы зауыттағы ауыз судың тазалығы, жарықтың түсуі, ауаның тазалығы және микроклимат біздің жауапкершілігімізде. Жұмысым өзіме ұнайды, өйткені ол үлкен жауапкершілікті, дәлдікті және адал еңбек талап етеді. Жас мамандарға осы қасиет дарыса екен деймін. Сол үшін оларға әрқашан қолдау көрсетіп, білгенімді үйретуге тырысамын. Мен үшін ең бастысы өз ісіңді жақсы көру және әр күніңді қоғамға пайда тигізуге арнау.